Сәлеметсіздер ме менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әрбір комментарий менің кейіпкерлерім үшін өте маңызды. Ауылдағы пысық келіншектің бірі Мәрзия таң атпай сиырларын сауып, майын шайқап, қортын жайып, күнделікті тіршілігін иіріп, сол еңбегімен күнделікті нәпақасын тауып отыр. Қолында жасы келген енесі де бар. Оның да бабын табу Мәрзияның мойнында. Күйеуі Бейсен аудан орталығында базарда көліктердің құралдарын сататын саудагер. Ерлі-зайыптылардың бір ұлы, бір қызы бар. Мектеп жасындағы жасөспірімдер. Таң ата қаймағын тартып келген келіншек үй ішіне ыстық нан мен шайын бере бастады. Енесінің тәбеті болмай, бір-екі кесе шайды сорға ашып, әдеттегідей төсегіне жантая кетті. Үй шаруасын ретке келтіріп, күн ысымай енесінің дәрілерін алып келуге Мәрзия қалаға шықты. Күн жарқырап, машинада қойылған әдемі әуенде көңілге жайлы. Таксист көршілері Алтынбек пен жұбайы Сәуледе атпай қалаға шаруаларымен қалаға шыққан. Сәулемен Мәрзияның әймелері жарасып, жолда қысқарғандай қалаға әп-сәтте жетті. Дәріханаларда дәрі бағасы кәдімгідей шырықтап кеткені Мәрзияның жынына тиді. Іштей, мәссаған, қарапайым халықтың мынадай қымбат дәрілерге қалтасы көтере берер ме екен? Апамның дәрісінің өзі біраз сумаға жетті деп әмиянындағы ақшаны дәріге санап берді. Көршілерінің шаруасы біткенше Мәрзия базарға соғып, құрт, ірімшігін өткізіп, үйге керекті азық түлігін алды. Көршілердің әдемі әңгімесі одан әрі жалғасып, ауылға бет алды. Кенет жол бойынан адамдардың айқай-шуы, машиналардың көптігі көршілерді елең еткізді. Әрі қарай жүру мүмкін болмаған соң Алтынбек көлікті тоқтатып, жағдайды бақылады. Үлкен жол апаты болған сынды соғысқан көліктердің жағдайы жан түршігерліктей. Мәрзияның сол жақ терезеге көзі шалынып, жансыз қансырап жатқан ауруға көзі түсіп, денесі түршігіп кетті. Іштей кәлимаға тілін келтіріп, ол жаққа қарамауға тырысты. Арада 1 сағат өткен соң, көліктер ақырын қозғалып, өз жөндеріне кете бастады. Келген жедел жәрдеммен полиция көліктері өз жұмыстарына кірісіп, жиналғандары кері қайтып жатты. Сол күнгі оқиғадан кейін Мәрзияның жүрегі шошынып, мазасы келе бастады. Күндіз тіршілігін жасап, түн бата жастығына басы тиіп, көзі ұйқыға кетсе, болғаны жансыз, қансырап жатқан аруды көріп, шошына оянады. Шым-шыдырық түстер көріп, ұйқысы қашқан келіншек ас үйге келіп тастай суды іше, жаман нәрселерді ойламауға тырысады. Бейсенде әйелінің мазасы кетіп ұйықтай алмағанын байқап, Мәрзия, не болды? Бәрі жақсы ма? Деп келіншегіне алаңдады. Шәй, жаман түстер көріп, оның үстіне өткендегі жола бойындағы көлік апатынан аздап шошынып қалғандаймын. Ертең Әтіркүл әжеге барып, дем салдырып қайтамын деп, келіншегі расымен де дем салдыруды жөн көрді. Әтіркүл әже ауылдың беделді қариясының бірі, емшілік қасиеті де бар. Сәрсенбінің сәтінде Мәрзия таң ата емші апаның үйіне келді. Емші апайға келіншек ештеңе айтпастан, бұрын Әтіркүл апай, қатты шошынып қалыпсың, 2-3 күн демалып саламын, жүрегіңе тым қатты алғансың, көрген нәрсені деп Мәрзияға дем салды. Өзі айтпастан бұрын ішіндегісін тура айтып берген емші апасының әулиелік қасиеті келіншекті қатты таңдандырды. Әтіркүл апаның үйінен шыққан Мәрзия өзін жеңіл сезініп, көңіл қошыда көтеріліп қалды. Емші апай бұрындары тыңдығын. Жалғыз ұлының қазасынан кейін біраз шөгіп, денсаулығы да сыр бере бастаған. Қазір ауыл шетінде үйдің бірінде жалғыз өз тұрады. Анда-санда адам қарап дем салады. Уақытының көп бөлігі далада өтетін сынды. Кейде тау-тас аралап небір емдік шөптерді де жинап, пайдасы барларын елдерге береді. Түні тыныш өткен келіншектің ұйқысы да қанып, күндегіден ерте тұрып, шаруасына кірісіп те кетті. 2 күн дем салдырып, өзін жеңіл сезінген Мәрзия Әтіркүл әжейдің үйіне барғанша шықты. Әжейге үлкен ақ орамал мен бір қорап тәтті арнайы алды. Алғыс ретінде бергісі келеді, емші апай ақшаны о бастан жақтырмайтын.
Демнің соңғы күні болған соң Мәрзия құрғол барғысы келмеді. Ауыл шетіндегі үйге жете бере келіншек кілт тоқтады. Емші апайдың үйі адамға толы қалыпты. Ойында түк жоқ. Мәрзия күн жұма болған соң апа адам көп қабылдап жатқан шығар деп қайта жүрді. Есіктен кіре азалы дауыстар естіліп, біреулер жоқтау айтып жатқан сынды. Таңға жуық емші апай жан тапсырыпты. Мәрзия сенер сенбесін білмей бір орында қалшиды да қалды. Аздан соң есін жиып, әлі де сен алмай кері қайтты. Күні кеше ғана емші апасы екеуі жақсы әңгімелесіп, шай ішіп Мәрзия алғысын айтып үйге кеткен. Ертең түс қайта кел, 3-ші күннің демін салып беремін. Содан соң бәрі артта қалады деп еді. Жалған, бүгін бар адам ертең жоқ деп Мәрзия ауыр күрсінді. Үйге келген келіншектің ештеңеге сауқы соқпады. Қолы байланып, тіршілікті де жарытып істемеді. Енесі екеуі емші апаның үйіне көңіл айтып, жақындарымен көрісті. Барлығы емші кісімен соңғы рет қоштасып, жер қойнына тапсырды. Есік алдындағы мәстек күшік иесінің енді қайтып оралмасын сезгендей ұзақ ұлыды. Ауыл шетінде үй емші апасыз қаңырап, бос қалғандай. Таңмен жараса оянған Мәрзия басына орамалын тағып, қолына шелегін алып, қора жаққа беттеді. Сиырлар өріске ертеу кететін болған соң, ерте сауып алу Мәрзияның мойнында. Сиырлар да келіншекке әбден үйреніп алған. Аз күнде бесен 40-қа толады. Құрдастары да күн бұрын күйеуінің қуанышына келеміз деп ескерген. Мәрзия үйді бастан аяқ бір жинап, қонақ күтуге дайындала бастады. Бір күн бұрын қойда сойылып, азық түліктерде алынды. Мәрзия бәрін өз қолымен жасағанды ұнататындықтан, ас мәзіріне керекті заттарын бөлек қойып, оны да реттестірді. Күні бойы демалыстан әрі-бері шапқылаған келіншек кешкі астан соң шаршағанын бір-ақ сезді. Машинаға кірді салып, ыдысын жуған соң жастыққа басық бір-ақ дейді. Үйдің күндегі бітпес тіршілігі күнде айналып келе беретіні кейде Мәрзияны қажытып жібереді. Бірақ келіншек оны сыртқа білдіре бермейді. Күпірлік айтып, қойса артынша осы күніме де шүкір деп шүкіршілігін айтады. Қонақ келер маңызды күн болған соң Мәрзия жылдам қимылдап, шаруаның біразын реттестіріп, түске дейін тәттілері мен бауырсақтарында пісіріп алды. Әп-сәтте қонақ бөлмедегі үстел үстін жинаптап жіберді. Қазанға етін салып, баппен пісіріп алды. Кешке жиналған қонақтардың бәрі де келіп жатты. 40 жасқа жақсы тілектер айтылып, көңілді отырыс басталып та кетті. Бейсеннің құрдастарының біразы өнерлі болған соң, ән айтылып, домбыра тартылды. Көңілді отырған қонақтар түннің жарымында қайта бастады. Мәрзия бір міндеттен құтылғандай құлшына дастархан басын жинауға кірісті. Бәрі жым-жырт ұйқыда, соңғы шаруасы ас үйді сыпырып, қоқысы төгуге шыққан Мәрзия қора жақтан ағараңдап өткен нәрсені байқап, мынау не тағы? Шаршайын деген мау деп үйге беттей бергені сол еді. Шыңғырған дауыс құлағына анық естілді. Жалт қараған келіншек тағы да ақ киінген, түсініксіз нәрсені көзі шалды. Бұл жолы көзіне анық көрінді. Жүрегі тас төбесіне шыққан Мәрзия асыға басып үйге кірді. Расымен де елеспе деген келіншек біраз күн түсіне енбеген жол бойындағы жансыз ауруды қайта көріп есі шықты. Тіпті көз алдына бірнеше рет елестеп кетпеген соң, шам жағып, шифонер үстінде Құран оқып, кітапты басына жастап алды. Әр түн сайын көзіне елес көрінген келіншектің мазасы кетіп, шүйкесі де сыр бере бастады. Дені сау, өмірі басы ауырып көрмеген Мәрзияның аяқ астынан түсініксіз күйде жүргені отбасын қатты алаңдатты. Жұма сайын шелпек таратып, тіпті мешітке барған келіншекке ол да көмектеспеді. Көретіні бір ғана елес, өзі жол бойынан көрген жансыз бойжеткен. Мәрзияның көзіне ол тіпті жаны қиналып, көмек сұрағандай болады. Мәрзия одан қашқан сайын жасару көзіне көрінгенін қоймайды. Күндіз азғана басы қосып, көзі тұманданған Мәрзия шаруаға алданып, ол сырқатын ұмытып кеткендей болады. Өзіне денсаулығы сыр берген келіншек, дәрігерге де
қаралып арнайы тексерулерден де өтті. Дәрігерлер ешқандай кінәрат байқамады. Жасалған қан талдаулары да оқтай. Қан қысымы да бір қалыпты. Түні бойы көзі ілінбей жатқан келіншек өзінің қалай ұйықтап кеткенін білмеді. Тағы да тұманды орман. Марзия үйіне барар жолдан адасып, орманға бет ала бергені сол еді. Орта жолда жаны қиналған даусы ыңырсып келіншекке қолын созған бейтаныс бойжеткен. Марзия шошып оянды. Қара терге түсіп жатқанын көріп, тілін кәлимаға келтірді. Шынданып кетпесем болғаны, бұл не сұмдық. Қыр соңымнан қалмайтын, түсімнен шықпайтын сол бір елес деп қайнала терін сүртті. Бейсенде жан-жақтан жақсы емші, молдаларды іздестіре бастады. Асқынып кетпей келіншегін емдеткісі келеді. Түн бата ас үйде жалғыз өзі қаймақ тартып отырған Марзия кенет біреудің сақылдап күлгенін анық естіп, жан-жағына қарады. Жүрегі тағы да үрейге толы, арт жағынан шашын жайған әруақ сынды біреу төніп тұрғандай сезімде болды. Бәрін тастай сала бөлмесіне келіп, телефонынан сүрелерді қосып, есікті тарс жауып қойды. Бейсенде Алматыға автокөлік бөлшектерін алуға таңертең кеткен. Балаларын қорқытып, енесінің де мазасын алғысы келмеген келіншек шамды сөндірмей таңға дейін жағып, өзі де көз ілмеді. Түнімен ұйқы көрмеген келіншектің басы меңзең болып төсегінен сорға тұрды. Сиырларын саумастан өріске жіберді. Бейсен түске таман Алматыдан келді. Қарындасы да бірге келген екен. Райбиға жеңгесінің жағдайынан хабардар. Бұрын қонақ келсе қабағы жадырап жаны қалмайтын жеңгесінің бұл жолы қабағы қатыңғы, жүзі солғын. Сонда да Мәрзия ас қамына кірісіп, қайынсіңлісін қонақ етті. Жолдан келіпті, демін алып, шай ішіп көңілі жайлаған Бейсен. Мәрзияш, Райбиға бір үлкен емші кісіні біледі екен. Алматыға сені бір аптаға алып кетіп, қаратпақшы. Алла қолдап, бәрі жақсы болар. Тек жақсы ниетпен барып келсең болғаны. Күйеуінің бұл жаңалығын ерең еткен келіншек, расымен де бәрі жақсы болып, өзін мазалап жүрген елестен де құтылардай іштей сенді. Сәрсенбінің сәтінде таң ата Рабиға жеңгесі екеуі жолға шықты. Ертеңіне таңда Марзиялар емші кісінің үйіне келіп кезек алды. Адам өте көп сынды. Арада бір сағаттай уақыт өткен соң Марзияның кезегі келіп емшіге кірді. Зор денелі, даусы гүрілдеген ер кісі екен. Жас шамасы 60-тан асқан сынды. Үстінде шапаны, басында тақиясы, қолында қамшысы бар. Марзияның сәлемін алмастан қамшысымен төр жақты нұсқап, анда отыр, деп бұйыра сөйледі. Көзін жұма әлденелерді оқыған емші, кісі әлден уақытта оқылған деміңді соңына дейін алмапсың. Көзіңе көрініп жүрген ару, үлкен апаттан қиналы жан тапсырған. Құран дәметіп жүр. Қыр соңынан қалмай жаны тынышталу үшін ауылға барған соң бір қойды арнайы сойып, Құран оқытып бата жасаңдар. Маған 3 күн келесің, 3 күн оқып, бойыңдағы қорқынышты аламын деген емші әңгімесін тәмамдады. 3 күн оқылып, Мәрзия ауылға қайтты. Келген бойда емші кісінің айтқанын жасап, мал сойып, Құран оқытып, көршілерін шақырды. Емшінің айтқаны айдай келіп, Мәрзия елестен құтылғандай болды. Ұйқысы да тыныш. Жол үстінде қайтыс болған арудың жаны қиналған соң, Құран дәметіп жүргені турасында. Бар қорқыныштан құтылған Мәрзия өмірге 2-ші рет келгендей, жайма шуақ күндеріне оралды. Әңгіме аяқталды, пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі әңгімеге шабыт беріп, әңгіменің соңы сыйын қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз.